Тауфық Ғалиұлы Мұхамедрахымов саяси және қоғам қайраткері. 1927 жылы 5 қаңтарда Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар қаласында дүниеге келген. Ленинград байланыс электротехникалық институтын тәмамдаған соң 1949 жылдан бастап электромеханик болып жұмыс істеді. 1958-1971 жылдары түрлі партиялық және кеңестік лауазымдарда жұмыс істеді. Петропавл қалалық комитетінің нұсқаушысы, екінші хатшысы, халық депутаттары Петропавл қалалық кеңесінің төрағасы, Петропавл қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметтерін атқарды. 1971-1973 жылдары Солтүстік Қазақстан облыстық партия комитетінің хатшысы болды. 1973-1977 жылдары Қазақстан Компартиясы ауыр өнеркәсіп бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарды. Бұл лауазымда ол Маңғышлақ түбегінің табиғи ресурстарын игеру, Богатырь кенішін құру, Қарағанды металлургия комбинатының өндірістік қуатын кеңейту, Қазақстанның оңтүстігінде фосфор зауыттарын салу, Жезқазған облысында жаңа шахталарды іске қосу туралы шешімдер қабылдауға қатысты. 1977-1979 жылдары Қазақ КСР жергілікті өнеркәсіп министрі лауазымында жұмыс істеді. 1979-1980 жылдары Алматы қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы болды. 1981-1986 жылдары министрлер кеңесі төрағасының орынбасары, Қазақ КСР мемжоспар төрағасы болып жұмыс істеді. 1986 жылдың наурыз айынан құрмет демалысына шыққан кезден бастап радиотехника, электроника және байланыс бүкілодақтық ғылыми-техникалық қоғамының Қазақстандық Республикалық басқарма төрағасының орынбасары лауазымында қоғамдық жұмыстармен айналысты. Петропавл қаласына басшылық еткен кезінде әуежай, нөмір 3 қалалық аурухана, телестудия, Қазақстан кинотеатры және Погодин атындағы облыстық драма театры пайда болды. Қазақстан кинотеатры 1978 жылы қарашада кең форматты Қазақстан кинотеатры есігін айқара ашты. Ең үлкен кинотеатрлардың бірі. Сыйымдылығы 800 орын. Қаланың орталығында орналасқан. Қазақстан кинотеатрының ғимараты Кеңес одағы кезеңіндегі сәулет өнерінің ескерткіші болып табылады. Халықаралық Петропавл әуежайы 1935 жылдың соңына қарай Петропавл жұмысшы кенті ауданында топырақты әуе айлақ пайда болды. ПО-2 типті ұшақтардағы алғашқы пошта жолаушылар рейстері 1935 жылдың ақпан айында орындала бастады. Қазіргі уақытта әуежай Алматыға, Нұр-Сұлтан және Шымкентке тұрақты рейстердің орындалуын қамтамасыз етеді. Петропавлдағы Погодин атындағы облыстық орыс драма театры Қазақстандағы көне театрлардың бірі. 19 ғасырдың аяғында Петропавл ірі сауда-экономикалық орталық болғандықтан мұнда тек саудагерлер ғана емес, шығармашылық адамдар да келе бастайды. Сол кезде жергілікті актерлер Горбуновтың басшылығымен шағын топқа бірігіп, қойылымдар бере бастайды. Театр өнеріне деген қызығушылық артып, қала тұрғындары 1906 жылы қажетті соманы жинап, театрға тасүй салуға белсенді атсалысады. Бастапқыда театр орыс совет театры деп аталады. Оны Сарматов басқарды. Погодин атындағы орыс драма театрының репертуарларына классиктердің шығармалары кірді. Оның ішінде Лев Толстой, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Погодин, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов және тағы басқалары. 1972 жылдың желтоқсанда театр Театральная көшесінен жаңа заманауи ғимаратқа көшті. Ашылу мерекелік кешінде Сәбит Мұқановтың Сәкен Сейфуллин пьесасының премьерасы болды. Ал 1962 жылдың күзінде Ленин премиясының лауреаты драматург Николай Федорович Погодиннің аты берілді. Телестудия 1951 жылы Мәскеу телеорталығының негізінде орталық телевидение студиясы құрылды. 1958 жылдың 8 наурызында Қазақстанда Алматы телевидениялық студиясы өз жұмысын бастады. Телевидение Қазақстанның барлық аумағын қамтыды. 1960 жылы Петропавлда телевидение студиясы пайда болды. 1960 жылдың жазында Петропавл тұрғындары ғажайыптың куәсі болды. Ақ-қара экранға бірінші бағдарлама, Петропавл туралы тұңғыш фильм шықты. Үшінші қалалық аурухана. Аурухана 1965 жылы
ашылды. Петропавл қаласының солтүстігінде орналасқан. Аурухана аймағында 3 негізгі корпус және 3 қосалқы корпус бар. Бүгінгі таңда Петропавл қаласында Тауфық Ғалиұлы Мұхамедрахымовтың аты берілген көше бар. Және саяси қоғам қайраткеріне арналған 3-ші қалалық емхананың ауданындағы бақшада ескерткіш тас орнатылған. Наградалары мен сыйлықтары Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнеркәсіп қызметкері атағымен, Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің 2 құрмет грамотасымен, мемлекеттік шекараны қорғаудың үздігі медалімен, еңбек ардагері медалімен, тың және тыңайған жерлерді игергені үшін медалімен, құрмет белгісі орденімен, еңбек қызыл ту орденімен марапатталған.